Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бұл видеода сіздерге қатпарлы самсаның рецептісін бөліскім келіп отыр. Менде начинкасында тауық еті және де ірімшік. Салмасын өз қалауыңызша өзгертіп жасай берсеңіздер болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Қамыр үшін бізге керек заттар: ұн, сары май, тұз және жылы су. Ыдысқа жылы су және тұзды қосып, екеуін жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін ұнымызды қосып отырамыз. Қолмен илеуге жеткен кезде қолымызбен илеп, қамырға айналдыруымыз қажет. Ыдыста мүлдем ұн қалмау керек, осындай тап-таза болу керек. Енді біздің қамырымызды 20 минутқа қалдырамыз. Бұл кезде сары майымызды ертіп аламыз. Енді қамырды жаямыз. Менде мұнда піскен тауық еті және де ірімшік. Қамырды орташа қалыңдықта жайып алғаннан кейін жаңағы сары майымызды ақырындап жағып шығамыз. Видеода көрсетілгендей осылайынан орайтын боламыз. Егер де самсаларыңыз үлкен болған қаласаңыздар үлкен, ал кіші болған қаласаңыздар кіші бөліктерге бөлеміз. Әдемі жағын бетіне қарай осылай домалақтап шығамыз. Сыртын салафанмен орап, тоңазытқышқа жібереміз, шамамен 10 минутқа. Бұл кезде біздің пиязымызды, ірімшігімізді және де етімізді турап алуымыз қажет. Дәміне қарай дәмдеуіштер және де тұзды салып араластырып алдым. Қамырымызды илеп, содан кейін ортасына салмасын саламыз және де өз қалауларыңызша түйсеңіздер болады. Мен осылайынан 3-1 қылып түйдім. Енді жұмыртқаның сарысын үстіне жағатын боламыз. Тауық қосылғандарына осындай мак, ал ірімшік қосылғандарына күнжіт сүйіп шықтым. 180 градуста пісіріп аламыз. Осылайынан беті қызарғанша пісіріп аламыз. Әркімнің духовкасы әртүрлі болғандықтан нақты уақытын айта алмаймын. Сонымен біздің қатпарлы самсаларымыз дайын, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер.